өз басыма Алланың берген шаруасын орындадым деп санаймын. Түгел. 92 жылы Совет үкіметі құлап қалған кезде біздің елімізде 1500 өндіріс орны тоқтап қалып, 2 миллион адам жұмыссыз қалды. Магазин сөрелерінің барлығы босап қалды, жалақы берілмеді, зейнетақы берілмеді. Сондай кездерде не боламыз? Боламыз ба, ел болмаймыз ба? Деп тұрғанда, менің әріптестерім барлығы жабылып, біз сол қиындықтан шығып, елімізді аяғынан тік тұрғыздық. 1000 жылдан бері қарай армандаған ата-бабамыздың арманы осы емес па? Сол орындау біздің буынға келіп түсті. Мынау елдің ортасында Астананы салдық. Ана жақта Түркістанды салдық, екеуі де Астана. 2019 жылғы наурызда осы мешіттің іргетасын Тоқаевпен бірге біз қалай бастадық. Соны қалап біткеннен кейін ертесіне мен өз еркімменен ойналып, билікті келесі буынға бердім. Қасым-Жомарт Тоқаев қолынан келгенше барлық шаруаны істеп жатыр. Әр буынның өзінің жолы болады, әр буынның өзгертуі болады. Олай болмаса өсе ме, өркендей ме? Келешек ұрпақ өзгертпесе өмірді, Аллаға тартпаса олай бола ма? Сондықтан мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимейді. Себебі бұл мәселе біздің ұрпақтық емес, ол тарихтың мәселесі. Тарих өзінің айтатын бәрі айтады. Сондықтан мен өте байсалды түрде оның бәріне қараймын. Құдайға тәуба, біздің елімізде соғыс оты ойнаған жоқ. Елімізді, тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін бір адамдай болып, елбасының жасап жатқан шаруасын қолдауымыз керек. Онсыз болмайды, онсыз мемлекет те болмайды. Менің жаным тыныш, шаруам дұрыс, айналайын халқым. 1992 жылы Сауд Арабиясының королінің тапсырмасымен Меккеге кірдім, 2 рет кірдім. Сол Меккеде тілек тілегенде 4 бұрышына 4 намаз оқып. Барлық тілегім, қанша қиыншылық көрген халқыма, қазаққа тәуелсіздік бер. Соны нығайта бер. Соны ұстап қалуға күш-қуат, ақыл бер деп тіледім. Сол тілегім орындалған сияқты, сондықтан Аллаға арнап осы мешітті салдырдық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз жағы түспей жаманшылық көрмесін. Алдымыздағы бала-шағаларымыз аман болсын. Тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанымызды өркендетіп, болашақ ұрпаққа жайнаған тамаша 30 дамыған елдің арасында тұратын Қазақстанды бере көрсін. Аман есендік тілеймін, қуаныш тілеймін. Және оларында жаманшылық болмасын, ылғи қуаныш болсын. Аллаху акбар, аумин.